Мен бойдақпын, жасым 30-ға келді. Осы уақытқа дейін өзіме лайық инабатты, ибалы менің ұрпағымды өрбітіп, оларды адамгершілігі мол етіп тәрбиелей алатын жақсы жар іздеймін деп, талай рет басымды тасқа да, тауға да соққан едім. Осылайша болашақ өмірлік серігімді іздеймін деп, уақытымның қалай өтіп кеткенін байқамай қалдым. Ақырында баласы бар әйелмен кездесіп жүріп, оған қалай ғашық болып қалғанымды білмей қалдым. Енді өз басымнан өткен осы бір жан сырымды сіздермен бөліскім келіп отыр. Мүмкін мұны оқыған ойлы оқырман ол әйелге үйленбеуім туралы дұрыс ақыл-кеңес айтар деген үміттемін. Әйтпесе, оны өмірлік жар етсем бе деп, әлде етпесем бе деп әбден басым қатып кетті. Адам баласы балиғат жасына толғаннан кейін өзінің өмірлік жарын теңін іздеуге талпынады екен. Мен де осы жар іздеуде не көрмедім десеңізші. Басымды тасқа да, тауға да соқтым. Қаншама қыздармен жүріп, біреуінің көзін ұнатпай, екіншісінің сөзін ұнатпай, үшіншісінің қылығы, төртіншісінің түрі ұнамай, ал өзім қатты ұнатқан қыздар мені менсінбей. Әйтеуір неше түрлі қызықтар өтті басымнан. Өткен өміріме байыппен қарап отырсам, санамалап қарасам, осы жасыма дейін 14-15 шақты қызбен жүріппін. Біреумен 2 жыл, енді бірімен 3 жыл, 1 жыл тіпті 3-4 ай. Және 1 ай жүрген қызым да болыпты. Ол ма, тіпті бір вечерде бірінші рет кездесіп, сені сүйіп қалдым, бір көргеннен ұнаттым деп алдап, сындырып, аймалап кеткен қыздарым да аз болмапты. Оның бәрін есепке алатын болсам, қанша қыз екенін тіпті ұмытып қаламын. Бірақ бір нәрсені ерекше айтып кетейін. Мен жүрген қыздарымның ешқайсысын тек аймалап сүйгеннен басқа арыға барған емеспін. Олай қыздың болашағына балта шауып, көз жасына қалғым келмейді. Яғни пәктік алып көрмегем. Бір күні осылай көңіл көтеріп жүріп, жаны ерекше бір қызбен таныстым. Дұрысы, досбаламның жүріп жүрген қызы подружкасымен таныстырды. Басында оған деген соншалықты сезім болған жоқ. Тек егер кетар емес болса, ерінмен ерін тигізіп бір аймалап қалуға болатын қыз. Сонымен не керек, досым екеуміз 2 қызды алып кафеге бардық. Іштік, жедік, биледік, ойнадық, күлдік. Сосын кафе жабылған соң, басқа қалаға бала шағасымен кетіп қалған ағамның үйіне барып, отырысымызды жалғастырдық. Тағы да іштік, мас болдық. Бір уақытта досым қызын алып, басқа бөлмеге кіріп кетті. Әлгі қызбен оңаша қалдым. Мастықтың күшімен құшақтап, аймалай бастасам, кетер емес. Бір кезде шешіндіріп, сонымен не керек, ақыры ол қыз балқып кетті. Әлгі қызбен жатып қойдым. Бір қызығы, одан кейін ол не жылаған жоқ, не сырында ақтармады. Ертесіне түк болмағандай үйімізге тарқасып кеттік. Арада біраз уақыт өткеннен кейін досымның туған күнінде тағы кездестік. Қырсыққанда ол кезде мен туған күнге өзімнің жүретін қызымды ертіп келген едім. Бір отырыста 2 қызбен бірге отыру өте қиын екен. Бірін биге шақырсаң, екіншісі көзбен атып қызғанып тұрады. Екіншісіне ауыссаң, біріншісі тырысып қалады. Сонымен не керек, отырыстың соңында жүріп жүрген қызымды тастап, соңғы кездескен қызбен оңаша кетіп қалдым. Далада ағаштардың астында әңгімелесіп отырған кезде ол маған бәрін айтты. Бір жігітке алданып қалғанын, одан бала көтеріп босанғанын, одан кейін менімен кездескенін жеткізді. Бір жағынан оны аяп, екінші жағынан шындықты айтқанына риза болып, онымен жиі кездесетін болдым. Тіпті оған бауыр басып, көрмесем тұра алмайтын жағдайға жеттім. Ол кішкентай 2 жасар баласымен де таныстырды. Енді сәбидің не кінәсі бар, ол періште емес пе? Бірақ ойланып қарасаң, әрине, оны өз балаңдай қабылдай алмайсың. Ол үшін үлкен жүрек керек.
ал онда ерекше мейірімді жүрек менде бар деп айта алмаймын. Дегенмен ол әйелді қатты сүйдім. Достарым, ол сені дуалап алған, оған жолама. Сен басың бүлінбеген, үйленбеген жігітсің. Сен қатын емес, қыз алуың керек деп қанша ақыл айтса да, ғашығымды қимаймын. Тіпті оған деген сезімімнің күшті болғаны соншалық. Сол үшін достарыммен ұрсып қалған кездерім де болды. Достарым мені күштеп молдаға да оқытқысы келді. Онымен қоймай, ғашығымды ата-анаммен, туысқан бауырларыммен де таныстырдым. Оның бір баласы бар екенін білгенде бәрі маған қарсы шықты. Бірақ оны өте қатты сүйемін. Оның жаны өте нәзік. Оның жанына тағы да қаяу салғым келмейді. Дегенмен, оны жар қылып алуға жақындарымды көндіре алмай келем. Басым қатып кетті. Тіпті кейде бәрін тастап, онымен оңаша басқа қалаға қашып кеткім келеді. Не істесем болады екен деген. Басым қатты. Ой қосып, ақыл кеңестеріңізді айтыңыздаршы. Мүмкін менің басымдағы жағдай басқаның да басынан өткен шығар. Мұндай жолдан өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай қалай шығуға болады? Ақыл қосыңыздаршы.